Көксу ауданы Балпық би ауылы Қадырғали Қосымұлы Жалайри атындағы орта мектеп-гимназияның тарих пәнінің мұғалімі Кеңесбай Динара Жанатқызы. Тарих – біздің істеріміздің өткенінің куәсі, қазіргіміздің үлгісі мен өнегесі, болашағымыздың алтын қазынасы. Қазақстан тарихы мен қазақ әдебиетінің пәнаралық байланысын ескере отыра, оқушыларға оқу мақсаттарына сай көркем әдеби шығармаларды оқуға кеңес беремін. Соның бірі 7-ші сыныпта қазақ халқының рухани мәдениеті тақырыбында ұшқан ұя романын оқуға тапсырдым. Сіздерге өз сабағымнан үзінді ұсынбақпын. Оқушылар, ой қозғау әдісі арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтап алсақ, суретте не бейнеленген? Жақсы, яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының рухани мәдениеті. Балалар, біз Бауыржан Момышұлының ұшқан ұя романы арқылы қазақ халқының салт дәстүрін, әдет-ғұрпын біле алады екенбіз. Енді ұшқан ұя романынан үзінді сіздерге таратып, осы арқылы сіздер тақырыпты оқып талдасаңыздар. Сабақ барысында ұшқан ұя романынан үзінді бердім. Оқушылар мәтінді оқып, топ ішінде талдады. Асқар Жарқын Бауыржан Момышұлының портретін салып, өмірбаянын әңгімеледі. Оқушылар мәтінді талдай отыра, постерге түсіріп қорғады. Қанапия Аружан Бауыржан Момышұлына арнап арнау оқыды. Бауыржан Момышұлына арнау. Көкіректі ақтарып қолышының, қалам мен суреттеген соғысының, майдан мен әдебиетті қатар ертіп, артынан мән тастады долысының. Ерліктің туын жықпай еміренген ұрпағы бас еді сол үшінің. Шыңылтырдан қар кешіп, кей кездерде әдебиетте толтырған қонышын құм. Еңбегін ақталған ау Қайран баба біз үшін жасап кеткен борышыңның. Ұрпағы өсіп келе жатыр міне, мәңгестен шығармас Момышұлы. Жалпы алғанда, ұлтымыздың бір туар тұлғасы Бауыржан Момышұлының ұшқан ұя повесінің бүгінгі жас ұрпаққа берері мол. Мұнда елдік намыста, ұлттық тәрбие де, отаншылдық өнегелік істер де бар. Жастарды, өскелең ұрпақты сергек және өз ісіне сенетін, кедергілерден қорықпайтын, оның қандайын болса да жеңе білетін, күрескерлік рухта тәрбиелеу бүгінгі күннің басты талабы. Менің оқушыларға көркем әдеби шығармаларды насихаттап, қызығушылығын арттыру мақсатындағы жұмысым өз жалғасын табады.